Логопед маманы сабағында жүргізетін үш негізгі жаттығулар түрлері. Бірінші жаттығулар – артикуляциялық жаттығулар. Артикуляциялық жаттығулар дегеніміз не? Артикуляциялық жаттығулар дегеніміз сөйлеу аппараты, тіл, тіс, жақ сияқты мүшелердің белсенді болуына, олардың белсенді қозғалуына көмектесетін жаттығулар жиынтығы. Әдетте үй жағдайында ата-ана баласымен отырып, мынандай қызықты түрде ойын қылдырып, мынандай жаттығуларды ойнауға тиіс. Мысалы, түтікшені көрсетші деп, ерінге байланысты жаттығулар жасау керек. Кәні түтікшені көрсет деп. Үрлеуге де болады. Бұл жаттығу 5-5-тен жасалынады. 3-4 мезгіл әр жаттығуды 5-5-тен жасау керек. Келесі жаттығу тілге байланысты жаттығу. Кәні әткеншекті көрсетші деп, әткеншек жасайсыздар. Яғни тілдің ұшын үстіге, астыға, үстіге, астыға. Келесі жаттығу бұл тілге байланысты. Енді жаққа байланысты жаттығу. Кәнеки футбол ойнайық. Мінеки, бұл артикуляциялық жаттығулардың түрлері. Келесі жаттығу түрлері ол тыныс алу жаттығулары. Тыныс алу жаттығулары көбінесе дизартрия, жаңағы тұтықпа, кекештену сияқты диагнозы бар балаларға арналған жаттығулар болады. Көбінесе осы диагноздағы балаларға өте қажет. Егер жаңағы баланың жасы үлкенірек болса, Стрельникованың жаттығулары өте жақсы көмектеседі. Бұл жерде мысалы кішкентай балалар келсе, мысалы мен әдетте мынандай ойыншық түрлерін қолданамын. Мына шарды алам, осындай ойыншықты аламын да, осының ішіне мынандай сурет түрлерін қоямын. Мысалы мен жерде ұшақты салдым. Мына шарикті аламын да, міне мысалы мынау күлгін түсті ұшақтан жасыл ұшаққа дейін сен осы шарды үрлеп жеткізуің керексің деймін. Сенің мақсатың осы. Шарды алам, қоямын және бала үрлейді. Мінеки, жеткізді. Бұл жерде бала үрлеу арқылы өзінің тынысымен, тыныс алу мүшесімен жұмыс жасап жатыр деген сөз. Келесі қыз бала болса, мынандай сабын түтікшесі арқылы мұны осында жаттығулар жасауға болады. Яғни біз балаға дұрыс тыныс алуын үйретеміз. Яғни 1-2 дегенде жай тез демді аламыз, жай 1-2-3-4 дегенде шығарамыз деп. Мысалы, міне осы сабын көпіршіктері арқылы ойын ойнатамыз. Бұл бізде тыныс алу жаттығулары. Тыныс алу жаттығуларының пайдасы тағы да, егер балаңыз енді ғана сөздерді, әріптерді айтып келе жатса, онда осы тыныс алу жаттығулар міндетті түрде күніне 3-4 мезгіл жасатуларыңыз қажет. Келесі біздің жаттығуларымыз ол нейро жаттығу түрлері. Нейро жаттығу түрлері тек қана балалардың арасында ғана емес, үлкен ересек адамдардың арасында өте жақсы бір орын алып келеді. Себебі нейро жаттығуларын тек қана балалар емес, үлкен адамдарда керек етіп жатыр. Себебі қандай да бір қиын іс-әрекетті жасаған кезде, мысалы бала сабағын жасаған кезде, мектеп жасындағы бала болса, қиынсынады. Бұл не деген көп тапсырма, немесе бұл мен үшін қиын деген сияқты. Үлкен ересек адам болса, мысалы шаршайды, бір орында отыра бергеннен, бір жұмыс жасай бергеннен, қағаз жұмысы болсын мысалы. Сол кезде осындай нейро жаттығуларын жасаса, миларда тынышталып қалады және өз жұмысын жеңілдетуіне көмегін тигізеді. Әдетте мен мынандай жаттығуларды жасатам балалармен. Бұл жаттығулар 2 қолмен, 2 аяқпен жасалынатын жаттығулар. Мен мысалы мына жаттығу түрлерін қолданамын. Like, okay, like, okay. 5-5-тен жасау керек. Like, okay, like, okay. Осындай түрлерді жасауға болады. Немесе 2 шарикті алып, мынандай шар доптарды алып, суретсіз қойып, сол суреттердің бойларымен былайна дөңгелетсеңіздер де болады.
Бұл нейрожаттығудың пайдасы өте көп. Есте сақтау қабілетті дамытады, фокусқа үйретеді, есте сақтау қабілетін дамытып қана қоймай, дұрыс шешімді дұрыс уақытта жаңағы шешуге көмектеседі. Қандай да бір қиыншылық тұрса алдында, бұл мен үшін қиын, бұл қолымнан келмейді деген кезде міне осындай жаттығуларды жасату арқылы өзін дұрыс шешім қабылдауға үйретеді. Мінекей мен қысқадан нұсқа осы жаттығулардың маңыздылығын айтып өттім. Ақпарат пайдалы болып жатса, таныстарыңызға, туыстарыңызға таратыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.